Сәлем достар, мен бүгін Италия туралы фактілер айтып беремін. Орысшасы факты Италии. Италия. Міне көрсіңдер. Италияның жері, территориясы, туы. Но туыларға назар аудармаңдар. Бұл Ватикан елінің туы, но Сан-Марино. Қазір оларға ораламыз тоже. Ал бастайық. Италия Европаның оңтүстік бөлігінде орналасқан ел. Оның екі аралы бар. Міне көрсіңдер. Атаулары Сицилия және Сардиния. Ол Италия міне 20 облысқа және 110 провинцияға бөлінеді. Халық саны 60 миллион. Бірақ жері кішкентай болса да, халқы өте көп. А провинциялар өте кішкентай. Ірі қалалары Рим, Милан, Неаполь және Венеция және Турин. Италия халқы итальяндар. Итальян халқы үлкен екі империя құрды. Біріншісі Рим империясы, бұл біздің ғасырға дейін. Біздің адамдардың ғасырға дейін. Орысша қалай? До нашей эры дейді. Мен біздің ғасырға дейін. Солай құрылды. Біздің ғасыр басталғанда, бірінші ғасыр басталғанда, бірінші ғасыр енді басталғанда, ақырындап ыдырай бастады. Ол Европаның көп жерлерін алды. Келесі империя, бірақ патшалық, итальяндық патшалық. Патшалық Италия болады. Итальяндық патшалық, бұл колонизатор ғой, империя секілді. Как мысалы, Француз империясы, Ресей империясы, империя Цин де болады, Цин империясы, Жапон империясы, солай секілді. Оның екі колониясы болды, айтып берейін. Ливия, білесіңдер ол, білсеңдер, айтып берейін Ливия туралы. Ливия бұл солтүстік Африкада орналасқан ел. Және де Африканың шығысына орналасқан үш ел. Бұл Эритрия, Сомали және де Эфиопия. Эфиопияны бұл Италия, патшалық Италиясы 1936 жылы жаулап алды. Сонымен олар үлкен империя болды. Үлкен империя деп болады, бірақ және де екінші дүниежүзілік соғысы болғанда Италия Балкандардың жарысын жаулап алды, мына жағын жаулап алды. Осылайша. Потом тағы да Албания елін жаулап алды, кішкентай ел, және де Грецияны жаулап алды. Солайша Италия империя айналды. Және де ол немістермен бірге бір одақ құрды. Одақтан аты ось дейді орысша, мен білмеймін қазақшасын. Сонымен немістердің елдерінің аты үшінші рейх болды. Олар солармен одақтастық болып, және де одаққа тағы елдер қосылды. Румыния, Венгрия, Финляндия, Жапония, Болгария, солар. Солармен бірге бірігіп күшімен КСРО-ға шап береді. Сонда 1941 жыл 22 маусымда КСРО-ны жаулап алуға план құрады. План құрған жоқ енді. Жаулауға кірісті. Сонымен қатар Италия халқы 1943 жылы өзінің премьер-министрларын қарсы болды. Премьер-министрі Бенито Муссолини болды. Бұл фашист. Сол үшін Италия халқы одан қарсы болды да Италияның патшасы, мен білмеймін бірақ атауын аты. Бенито Муссолиниға соғыс жариялады. Сонда азаматтық соғыс басталды Италияда. 1945 жылы КСРО, Ұлыбритания, ақш, Франция, Италия жеңіске жетеді. Сонымен Италия патшалығы ыдырайды. Ол Италия республикасына айналады. Мен міне есіндегі айтып бердім. Ендеше орысшаға кезекпейді. Италия страна, которая находится в южной части Европы. У Италии есть два острова. Называется Сицилия и Сардиния. Италия делится на 20 областей и 110 провинций.
Население 60 миллионов человек. Очень больше. Большое население, если маленькая территория, но большое население. Крупные города: Рим, Милан, Неаполь, Венеция и Турин. Итальянский народ создал сильнейшие империи. Два империи. Называется первая Римская империя. Они захватили многие территории Европы. До нашей эры они сделали эту империю. Итальянцы. Ну, европейцы, можно сказать. Потом началась наша эра, и он начал распадаться. Не обращайте на эти звуки. И так распалась Римская империя. Вторая империя — это Королевство империя. Королевство империя, наверное, говорю. И Королевство Италия. Простите за ошибку. Но именно называть империей. Итальянской империей, но Королевство Италии называется. Столица его — Рим. Столица Италии — это Рим. Видите? Еще много раз был Рим. Итальянский народ захватил новые территории, то есть освободил от османов Ливию и захватил себе эту территорию. Это было в начале 20 века. И потом еще вторая колония этого королевства Италии. Эфиопия, Эритрия и Сомали. Они одном государстве были. Называлась Итальянская Восточная Африка колония. Национальная валюта Итальянской Республики — евро. И еще их народ называется итальянцы. Можно назвать. Видите? Знаем. Во Второй мировой войны Италия вступила на стороне нацистов. Нацистской Германии, или можно германский рейх назвать, или Третий рейх. Вот. Они захватили новую территорию во Второй мировой. Вот эти Балканы, Албанию и Грецию. Албания — это маленькая страна в Балканах. Греция, вы знаете, которая находится тоже на Балканах. Итак, народ Италии был против своего премьер-министра Бенито Муссолини. Бенито Муссолини — это фашист. Они свергнули этого фашиста. Потом началась гражданская война в Италии. Длилась 2 лета. 2 года можно назвать. И победили, знаете вы, в 1945 году, 9 мая, победили союзники. Союзники — это был Советский Союз, СССР и Великобритания, и последний США. Они освободили многие государства, в том числе Италию. Вот я вам рассказал о Италии. Тағы да мен міне айтқандай, видеоның басында міне 2 ел туралы айтып берейін. Неге дейсіңдер ме, ана елдер қойып? Себебі олар Италияның ішінде орналасқан. Өте кішкентай. Әлемдегі ең кішкентай ел ол Ватикан. Сендер білесіңдер ме? Мен туы ол Римнің ішінде орналасқан. Өте кішкентай болғандықтан оны қала ел деп ойлайды. Қала ел дейді оны. Қала ел Ватикан дейді. Қала мемлекет Ватикан дейді тағы да. Ватикан бұл өзі әлемдегі ең кіші ел. Білесіңдер ме? Екінші ел бұл мына жерде орналасқан, мына жерде. Білесің, Италияның солтүстік шығысында орналасқан. Аты Сан-Марино. Міне туын көрсіңдер. Әдемі тоже. Екеуінікінде. Италиянікі. Сонымен Сан-Марино бұл кішкентай болса да, өзінің халқы көп. Өзім білмеймін неше екенін, бірақ көп. Оның астанасы Сан-Марино. Ал Ватикан астанасы жоқ. Ол өйткені қала. Оны бірақ айтады, астанасы бар деп. Ватикан астанасы Ватикан қаласы. Ол қала емес, бір кішкентай емес екен.
аудан. Теперь нам Индонезия. Вот видите вот эти страны? Это маленькие страны, потому что они находятся в составе Италии. Первое, это Ватикан. Ватикан государство в Европе. Самая маленькая страна в мире. Он находится в центре Рима. Теперь вот этот флаг называется, вот это государство называется Сан-Марино. Он находится на северо-востоке Италии. Вот здесь столица его Сан-Марино. Как вы называете это одинаковые имена? Сама страна называется Сан-Марино, столица Сан-Марино. А еще я сказал, что столица Ватикана я не сказал. У него нет столицы. Но некоторые люди говорят, что его столица есть. Ватикана столица, город Ватикан. Это же странно. Но его столица нет. Это не считается. Сам город находится в центре города, маленькая страна. И это как какой-то как район города можно назвать. Ну все. Достар мечтагаman bir сендерге Италия туралы фактілер және Сан-Марино мен Ватикан туралы кішкене мәлімет айттым. Друзья, я вам рассказала факты о Италии и короткие факты о Сан-Марино и Ватикане. Достар, каналға жазылыңдар, лайк қойыңдар и бәріне сау болыңдар. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!